Молшылық. Егер осы аффирмацияда айтылғанның бәрі орындалғанын қаласаңыз, жерде жатқан ақша жоқ, ақша қолдың кірі, ақшаның артынан арамдық ілесе жүреді, жарлы болсам да арлымын, байдың бәрі алаяқ, ақшаны уыстай ұстап, соны мақтан тұтқым келмейді, маған жақсы жұмыс табылмайды, қаржының келгенінен кеткені тез, мен ылғи қарызға батып жүремін, кедейлер жоқшылықтың қамытынан еш құтыла алмайды, ата-анам тақыр кедей, демек мен де бұл жалғаннан жарлы боп өтем. Шығармашылық адамы өмір бойы күресіп өтеді, алаяқтардың ғана ақшасы мол, әмәнда басқа біреу жеңіске жетеді, тек мен емес. Мен мұндай көп сұрамас едім, мен бұған лайық емеспін, тәуір табыс табатындай мықты маман емеспін. Есепшотыңызда қанша қаржы барын ешкімге айтпаңыз, ешқашанда қарыз бермеңіз, тиыннан теңге құралады, ертеңіңді ойлап қаржы жи. Экономикалық дағдарыс кез келген уақытта басталып кетеді. Біреудің ақшасы көп екенін білсем, ызалана бастаймын. Ақша ауыр бейнетпен келеді деген тұжырымдарға сенбеңіз. Сонымен осы иланымдардың кейбіріне көңіл тоқтатып құптайсыз ба? Құптап қана қоймай, соларды басшылыққа алған адам байып, молшылыққа кенеледі дегенмен келісесіз бе? Бұл стереотипті ойлау. Бәлкім отбасыңызда ақша мәселесіне тап осылай қараған шығар. Өйткені біз саналы түрде бас тартпайынша өзіміз өскен отбасындағы иланымнан қол үзіп кете алмаймыз. Егер шын ниетіңізбен молшылыққа ұмтылсаңыз, қайткенде де мұндай пайымнан бір жола арылуға тиіссіз. Мен үшін молшылықтың арнасы өзім туралы жақсы ойлаудан басталады. Сондай-ақ таңдау еркіндігін қалағанымды кез келген уақытта іске асыруды да баға жетпес байлық санаймын. Бұл жерде әңгіме әсте қанша ақшаңыз бар екенінде емес, молшылық жан дүниеңіздің қалауы. Сайып келгенде молшылыққа кенелу немесе одан жұрдай болу өз ойыңыз бен сеніміңіздің көрінісі болып шығады. Молшылыққа лайықтысыз. Егер молшылыққа кенелетінімізге сенімді болсақ, онда біз уысымызға түсіп тұрған несібе байлықтан да құр қаламыз. Мысал келтірсем, менің сабағыма қаржылық жағдайын жақсартқысы келген бір бозбала қатысып жүрді. Бір күні ол сабаққа қуанышы қойнына симай мәз-мейрам болып келді де, әлгінде ғана $500 ұтып алғанын айтты. Тіптен сене алмай тұрмын, маған ешқашан ұтыс шықпаушы еді деген сөзді бірнеше мәрте қайталады. Бұл оның ой санасындағы өзгерістердің көрінісі екенін түсіндік. Алайда ол өзінің тегін олжаға лайық емес екенін бірнеше рет айтты. Содан не болды дейсіз ғой? Келесі аптада аяғын сындырып алды. Сабаққа келе алмай қалды. Дәрігерлердің қызмет көрсету ақысы тура $500 болыпты. Мәселенің мәнісі мынада, ол молшылыққа кенелу деген жаңа бағытпен алға ұмтылуға жасқанды. Сөйтіп өзін өзі жазалады. Сондықтан өтелетін қарызыңызға емес, өсетін табысыңызға назар аударыңыз. Егер үнемі қаржы жетіспеушілігі туралы айта берсеңіз, қарызға одан беттер бата бересіз. Ғалам сарқылмайтын қайнар көз, тума бастау, одан қалағаныңыздың бәрін алуға мүмкіндігіңіз бар. Сіз қайткенде де түнгі тұнық аспанға көз тігіп, жұлдыздарды немесе бір уыс қоң түйіршігін, ағаштың жапырағын, не болмаса терезеге тамған жаңбыр тамшысын қызанақтың ішіндегі тұқымын санап көріңізші. Әр тұқымнан бірнеше түп қызанақ өсіп шығып, мол өнім салатынын ойлап қараңызшы. Қолда барға шүкіршілік етсеңіз, несібеңіз одан да молая түседі. Мен әрқашанда өзімде барды, үйімді, оның ішіндегі жарық пен жылуды, суды, телефонды, жиһазды, электр қондырғыларын, киім-кешегімді, көлігім мен жұмысымды, қолымдағы қаражатты, дос-жаранымды, көру, сезу, иіс біліп дәм айыру қабілетімді, жүріс-тұрысымды және әлемнің таңғажайып сұлулығынан ләззат алып, рақатқа бататынымды жақсы көремін. Дәйім алғысымды арнап шүкіршілік қыламын.
Кедейлік пен мұқтаждықтан қашып құтыла алмайсың деген иланым ғана ойымызды шектеп, молшылыққа жетуімізге кедергі келтіреді. Мәселен, нақты не нәрсе сізге кесірін тигізеді? Бәлкім сіз ақша өзгелерге жәрдемдесу үшін ғана керек деп ойлап, өзіңізді түкке тұрғысыз санайтын шығарсыз. Молшылықтан өзіңіз бас тартпайтыныңызға көз жеткізіңіз. Сізді түске не кешкі асқа шақырса, тартқын шақтамай, қуана-қуана барыңыз. Бұл жай ғана көңіл аулап сыпайылық таныту ғой деп ойламаңыз. Сізге сый тарту етсе, ризашылық білдіріп, алғысыңызды айтыңыз. Егер өзіңізге жараспаса, оны қажет ететін біреуге сыйлай салыңыз. Әлде бір нәрсені сыйлағанда немесе жақсылық жасағанда жарқылдай күліп, рахмет айтыңыз. Өзіңізде сый-сияпат көрсетіп, қайырымдылық жасай беріңіз. Бұл үрдіс үзілмесін. Сол арқылы ғаламның сізге берер несібесін қабыл алуға даяр екеніңізді аңғартасыз. Жаңаға орын босатыңыз. Жаңа нәрсеге орын дайындаңыз. Жартылай желініп қағазға ораулы күйінде тұрған тамақ қалдықтарын лақтырып, тоңазытқышты тазалаңыз. Шкафтарды да босатып, 6 ай бойы пайдаланбаған заттардан арылыңыз. Ал жыл бойы өзіңізге қажетті болмаған дүниелерді ойланбастан сатыңыз, айырбастаңыз, біреуге беріңіз, тіпті болмаса өртеп жіберіңіз. Шкафтардың іші бырсып жату ойыңыздың шашыраңқылығын білдіреді. Оны жинастыра жүріп, өз ойымды жинақтаймын деңіз. Осылайша сіз ғаламға белгі бересіз. Ғаламның байлығы бәрімізге жетіп артылады деген тұжырымды алғаш естігенде, сенесіз бе, маған тым ерсі оғаш көрінген еді. Ал бәрінен құралақан қалған жарлы Жақыбайларғашы, тақыр кедейліктен әбден тығырыққа тірелген мына мен не істеуім керек сонда деп ойладым. Маған сенің кедейлігің өз ой санаңда жайлап алған түсініктерің салдары деген кезде ызаланатын едім. Мұны жете түсінгенге дейін арада біраз уақыт өтті. Сөйтсем, қаржы жетіспеушілігіне бірде-бір кінәлі өзім екенмін. Түпкі себебі молшылыққа кенелуге лайық емеспін. Еңбегім сіңген жоқ, ақша бел жазбай тер төгумен табылады, ал менде дарын да қабілет те жоқ деген өзімнің сыңаржақ иланымымда жатыр екен. Нақ осындай пікірлер мені ой құрсауында ұстап, өміріме ен байлықтың енуіне кедергі болған. Байлыққа масаттану бәрінен оңай. Осы тұжырымға қалай қарайсыз? Сіздіңше дұрыс па, бұрыс па, ашуыңызды туғызды ма, әлде ешқандай әсер еткен жоқ па? Мына кітапты лақтырып жібергіңіз келді ме? Егер ол бойыңызда осы реакциялардың бірін тудырса, өте жақсы. Демек, мен шындыққа қарсылық танытатын табиғи болмысымыздың тұңғиығына бойлап, шамыңызға тидім. Қолға алатын шаруа баршылық. Талантыңыздың жарқырай көрінуіне мүмкіндік беріп, молшылыққа жеткізер даңғыл жолда түсер сәт келді. Сонда алуан игіліктер ағыны сізді айналып өте алмайды. Қарызыңызды ризашылықпен төлеңіз. Ақша туралы уайымдап төленуге тиісті есеп-шоттар үшін күйіп пісуді доғару өте маңызды. Жұрттың көбі төлемақыны уақытылы төлеуді жаза ретінде қабылдап, одан сытылып шығудың жолын іздейді. Ал шын мәнінде ол біздің төлем қабілетімізді растайды. Кредитор сізді әжептәуір ауқатты адамға балап, тауары мен қызмет түрін қарызға береді. Мен есеп-шот түбіріндегіне ықыласпен алғыс айтып, әрбір чекке ризашылықпен қол қоям. Тіпті кейде оны сүйіп алам. Егер шотты ашуланып, тыжырынып төлесеңіз, сізге қаражаттың қайтып келуі жолы қиындап кетеді. Ақшаны қалтаңызға умаждап салмаңыз, оған қамқор пейілмен қараңыз. Жұмысыңыз, банктегі шотыңыз, қаржылай салымыңыз, жұбайыңыз не ата-анаңыз емес, ғаламмен тікелей байланыс орнату қабілетіңіз ғана сіздің қаржылық қауіпсіздігіңізге кепіл болады. Бойымыздағы күш-қуатым қалағанымның бәрін оп-оңай іске асыратынын маған қуаныш сыйлайды. Ғалам жомарт әрі бай. Жанымызға керектің бәріне қол жеткізе алатын туа бітті хақымыз бар. Тек өзіңізді кертартпа иланымға итермелеудің қажеті жоқ. Телефонды пайдаланған сайын мен оған сүйсіне алғыс айтам. Содан не болады дейсіз ғой? Ол маған тек ізгі хабар мен жағымды ақпарат алып келеді. Электронды пошта жәшігіме де тап осылай қараймын.
Күн сайын ақша аударымы жөніндегі хабарламалар және достардан, клиенттер мен оқырманнан келетін ыстық ықыласқа толы хаттар толастамайды. Есеп айырысу шоты қолыма тигенде өзіме сенім білдірген компанияға алғысымды арнап, қуанышқа бөленем. Үйіме бақ-береке кіріп, төріме ізгілік жайғасатынын білгендіктен есігімнің шырылдаған қоңырауына да, табалдырығы мен босағасына да алғыс айтамын. Баршаға арналған идеялар. Көбі жасаумен шұғылданатын бір кәсіпкер бизнесін дамытқысы келіп, сабағыма қатыса бастады. Өзін мықты маман ретінде бағалайтын ол табысын жылына $100,000 жеткізуге үміттенді. Мен сіздерге баяндаған идеяларымды оған да айттым. Көп ұзамай кәсіпкер мол пайда тапты да ақшасын Қытай фарфорына салып жаңа іс бастады. Ол табысы молайып, құйған қаражатының еселене түскенін көңілі толып, өзіне дән риза. Өзгелердің ісі оңға басса қуаныңыз. Әлдекімнің сізге қарағанда жақсы өмір сүретініне қызғанышпен қарап күйінбеңіз. Олай істесеңіз, молшылыққа жеткізетін өз жолыңызды жауып тастайсыз. Ақшаны кім қалай жұмсап жатқанына да сын ескерту айтпаңыз. Мұның сізге қатысы жоқ. Одан да өзіңізбен айналысқаныңыз жөн. Өзгелердің басына қонған бақ-береке алғыс айтыңыз, әрі мына дүниеде бәрі баршаға жетіп артылатынын жадыңызға мықтап түйіп алыңыз. Сіз шайпыл беруді жөн санамайтын сараң емессіз бе? Үй тазалаушыларға тоқтаусыз ақыл айта бересіз бе? Жаңа жыл қарсаңында кеңседегі қарапайым қызметкерлерді құттықтауды ұмытып кетесіз бе? Жағдайыңыз бола тұра өтпей тұрған көкөніспен кешегі қалаш нанды сатып алып, ақша үнемдейсіз бе? Тауарлары арзан, сапасы төмен дүкенге барып сауда жасайсыз ба? Ресторанда ең арзан тағамға тапсырыс бересіз бе? Сұраныс пен ұсыныс заңы бар екенін есте ұстаңыз. Бәрінен бұрын сұраныс болу керек. Ақша көзін тапқан адамға бітеді. Байқап жүрген шығарсыз, тақыр кедей жоқ жітік отбасының өзі жаназа мен жерлеу рәсіміне қажет қаржыны қапелімде таба қояды. Визуализация молшылықтың мұхиты. Молшылық тапқан табысыңызға тәуелді емес, керісінше табыс туралы ой пайымыңызға байланысты. Нені көбірек ойласаңыз, сол өміріңізде көрініс табады. Маған жағалауда мұхитқа сүйсіне қарап отырғанымды көзге елестету ұнайды. Оның молшылық айдыны екенін, әрі жақында оған қол жеткізетінімді білемін. Қолыңызға не ұстап тұрғаныңызға қараңыз. Шай қасық па, оймақ па, қағаз тостақ па, кесе ме, вокал ма, бокал ма, құмыра ма, шелек пе, әлде шлапшын ба, немесе су құбыры ма? Бәлкім сол су құбыры сізді мұхитпен жалғап тұрған шығар. Айналаңызға зер салып қараңыз. Қанша халық жиналып, қандай ыдыспен келгені маңызды емес екенін түсінесіз. Мұхит сарқылып қалмайды, бәріне жетеді. Ал қолыңызға ұстаған, әрі кез келген уақытта үлкендеуіне айырбастауға болатын ыдыс сіздің ой санаңыз. Осы жаттығуды барынша жиі жасаңыз, сонда мүмкіндіктердің шексіздігін сезінесіз. Құшағыңызды айқара ашыңыз. Кемінде күніне бір рет мен күллі дүниені құшағыма сыйғызардай құлашымды керіп жайланып отырамын да, мен ғаламның барша игілігі мен сыйын қабыл алуға дайынмын деген сөзді айтамын. Бұл маған кеңістікті, оның шексіздігін және әрдайым барлық жерде ұшырасар мүмкіндіктердің мол екенін сездіреді. Ғалам игілігін бізден аямайды, бірақ ол ой санамызда не бар, соны ғана берері алады. Сондықтан мен ой санамды шектемей, нені болса да молынан қалаймын. Бұл ғарыштық банк сияқты. Шалқар шабытпен қиялыма қанат бітіріп, оған ойша салым салам. Біздің салымымыз медитация, шипалы дұғалар мен аффирмациялар. Кәне, ендеше осы салымдарды ғарыштық банкке күн сайын салып отырайық. Мәселе қомақты қаражатты қолға уыстап ұстауда емес. Мұның өзі кейде жеткіліксіз. Біз одан ләззат алып, рақатқа бөленгіміз келеді. Айтыңызшы, сіз қалай істер едіңіз? Неге солай етпеске? Өзіңізге қуаныш сыйлаудың сан алуан жолы мен әдіс тәсілі бар. Сіз өткен аптада қалаған нәрсеңізге ақша жұмсай алдыңыз ба? Неге солай істемедіңіз? Бұған қандай ескі иланымыңыз кедергі келтірді? Одан арылыңыз. Ақшаға байланып қалмаңыз.
Ол тек айырбас құралы ғана. Бар болғаны сол. Ойланып көріңізші, егер де оған мұқтаж болмасаңыз, не істер едіңіз? Өзіңізді қалай ұстар едіңіз? Осы тақырыпқа арналған үздік шығармалардың бірі «Ақшаға құштарлық» кітабының авторы Джерри Гейлс айыппұл әмияны сияқты шағын қор жасап қоюды ұсынады. Идеяның мәнісі мынау: қаржылық жағдайыңызға көңілі толмаған әр сәт сайын әмиянға белгілі бір соманы салып отырасыз да, содан жиналған қаражатты аптаның аяғында өзіңізге ұнайтын нәрсеге жұмсайсыз. Ақшаға қатысты көзқарасыңызды түп тамырымен өзгертуіңіз қажет. Көзім анық жеткені, ақша туралы айтқаннан гөрі секс жөнінде семинар өткізген әлде қайда оңай. Адамдар ақша туралы әбден қалыптасқан түсінігіне біреу қарсы шықса кәдімгідей ашуланады. Тіпті сабағыма салы суға кетіп, иен дәулетке кенелуге деген соңғы үміт сәулесімен келетіндердің өзі ақша. Игілік пен молшылық туралы шектеулі түсінігін өзгертуі керек екенін айта бастағанымда терісіне симай тырсылдап кетеді. Мен өзгергім келеді. Бұрынғы теріс иланымдардан арыламын. Осы екеуі өте маңызды. Аффирмациялар. Өміріңізге молшылық келуі үшін бұларды қайталап айта беріңіз. Шектеулі табыс табу стереотипінен арылыңыз. Тек белгілі бір мөлшердегі кіріс немесе еңбекақы болса жарайды. Басқа қаражат қажет емес деп, ғаламның мол ақша ағынын шектеп тастамаңыз. Еңбекақы кіріс дегендер қалаған нәрсеңізге қол жеткізе алатын тәсіл, жол ғана. Бұл қайнар көз емес. Қайнар бастау жалғыз ғалам. Алуан түрлі жолдар мен тәсілдер бар. Оларды қабылдау үшін құшағыңыз ашық болуы керек. Кез келген нәрсе игілікке кенеліп, пайда табуыңызға мүмкіндік береді. Осы ойды санаңызға сіңіріңіз. Көшеден 10 тиын тауып алсаңыз, қайнар көзге рахмет айтыңыз. Аз алсаңыз да саз алдыңыз. Ең бастысы, алдыңыздан жаңа жол ашылды. Мен құшағымды айқара ашып, жаңа жолмен келетін кез келген табысты қабыл алуға даярмын. Өзім күткен және күтпеген қайнар көзден игілікке кенелемін. Сан алуан жолдар мен тәсілдер арқылы сарқылмас қайнар көзден келетін игілікті қабыл алып, өзімді шектемеймін. Кішкентай жаңа бастамаға қуаныңыз. Молшылыққа ұмтылу арқылы біз міндетті түрде өзіміздің неге лайық екеніміз туралы түсінігімізге сәйкес келетін деңгейге жетеміз. Мәселен, табысын ұлғайтқысы келген бір жазушы әйел туралы айтайын. Оның аффирмациясы «Мен жазушылық кәсіптен жақсы табыс табамын» дегенге саятын. 3 күннен соң өзі жиі таңғы ас ішіп жүрген кафеге барды да, жұмыс істеуге ыңғайланып, жазбаларын шығара бастады. Кенет одан менеджер: «Сіз жазушы емессіз бе? Ендеше сізге бір ұсынысым бар еді, соны жазып бере аласыз ба?» деп сұрады. Сөйтті де бірнеше фирмалық бланк алып келіп, әрқайсысына түскі асқа арналған күрке тауық еті небәрі $3.95 деп жазып біреуін өтінді. Ақысына менеджер тегін таңғы ас ұсынды. Осы бір болмашы оқиға жазушының ой санасында жүріп жатқан өзгерістерге түрткі болды. Бұдан кейін ол кітаптарын оңай сатып, табысқа кенелді. Молшылыққа ұмтылыңыз. Қай кезде де ол әл-ауқатыңызды танып, молшылыққа ұмтыла беріңіз. Нью-Йорктан шыққан белгілі Пірадар Айк жоқ-жітік кезінде салтанатты мейрамханалар мен сәулетті ғимараттардың, қымбат автокөліктер мен сәнді киім-кешек ілінген витриналардың жанынан өтіп бара жатып, «Бұл маған арналған дүние, тек маған ғана жарасады» деп дауыстап айтқанды ұнатқан екен. Көркі көз тартар виллаларды, банктерді, әдемі дүкендер мен яхталарды көрген кезде ләззат алыңыз. Мұның барлығын өз дәулетіңіздің бір бөлігіндей түйсініңіз. Осылайша ие болғыңыз келгенін бәрін қабылдасаңыз, ой санаңыздың аясы кеңейе түседі. Жарасымды киінген адамдарды көрсеңіз, бұлардың бай болғаны керемет емес пе? Біздің бәрімізге барлығы жетіп артылады деп ойлаңыз. Біз бөгде біреудің байлығын иемдену үшін тыраштанбаймыз ғой. Өзімізге тиесіліні ғана дәметеміз. Сөйте тұра қолымызда ештеңе жоқ. Біз басқа біреудің иелігіне өткенше әлде бір мүлікті пайдаланамыз. Рас, кейде бірнеше ұрпақ буыны ауысқанша ол отбасында қала береді. Бірақ әрбір түбінде басқанның иелігіне көшеді. Өмір ағысы осыдан көрінеді.
Дүние мүлік келеді де кетеді. Егер бір нәрсе кетсе, жаңа дүниеге орын босайтынына сеніңіз. Қошеметті қабыл алыңыз. Жұрттың көбі байығысы келеді, бірақ қолпаштап қошеметтегенді мүлде ұнатпайды. Мен өнер көгінде жұлдыздай жарқырауды армандайтын, болашағынан зор үміт күттіретін кейбір жас актерлар мен әртістерді білемін. Ал олар қошемет сөз естісе тыжырынып қалады. Алайда қошемет дегеніміз молшылыққа кенелу үшін бізге берілетін сый тарту. Оларды ілтипатпен қуана қабылдауды үйреніңіз. Мен қолдау қошемет көрсем, не сыйлық алсам, дәйім жымия күліп алғыс айтам. Кішкентай кезімнен анам соған үйреткен. Осы қағиданы өмір бойы ұстанып келем. Ыстық ықыласқа ілтипатпен жауап қайтару тіптен керемет. Мұндайда сізді қолпаштаған адамның өзі сый алғандай сезінеді. Тіршілік тарту еткенінің бәрін ризашылықпен қабыл алыңыз да, ақ көңіл кең пейілмен өзгелерге таратыңыз. Бұл үдеріс үздіксіз жалғаса берсін. Әр таңда оянып жаңа күннің келгеніне қуаныңыз. Аман есен сау саламат достарыңыздың ортасында жүргеніңіз талай іс тындырып, болмыстың шаттығын көре алатыныңыздың өзі зор бақыт. Кемел білімге ұмтылыңыз, өзгеру процесінен ләззат алыңыз.